Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін біз ұбт-да математика және математика сауаттылық пәндерінде кездесетін есептің бір типін талдаймыз. Яғни, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Ендеше кеттік. Яғни, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің бір мысалы 0,13 бөлінген x тең болады 26 бөлінген 3,3-тен 1. Яғни, бұл есеп өте оңай. Бір ғана айнымалысы бар ол x. Бұл есеп шығару үшін біз бірінші кезекте пропорция, яғни теңдіктің бір жағындағы бөлшектің алымы мен екінші жағындағы бөлшектің бөлімінің көбейтіндісі бөлшектің сол жағындағының бөлімі мен оң жағындағының алымының көбейтіндісіне тең. Яғни қарапайым теңдеу шығады. 0,13 көбейтілген. Сонымен қатар бізде 3-те 1 бұл аралас сан. Бұны бірден өзгерте саламыз. Яғни 3-те 1-ді тең болады 3-те 3 көбейтілген 3 қосылған 1. Тең болады 3-тен 10. Яғни 0,13 көбейтілген 3-тен 10 тең болады. Енді мына аяқтағы пропорция ол дегеніміз 26 көбейтілген x-ға. Міне біз осыдан теңдеу құрастырдық. Енді теңдеу шығарайық. 0,13 бұл ондық бөлшек түрінде берілген. Бұны бөлшек санға айналдырамыз. Яғни 13 бөлінген 100 деген сөз. Көбейтілген 3-тен 10. Яғни бұл жерде қарапайым қысқарту болады, яғни 10 мен 100-ді қысқартамыз. Бұдан 10 қалады, бұдан 1 қалады. Бұл 26 x-ға тең. Енді 10 мен 3-дің көбейтіндісі бізде 30-ды береді, ал алымында бізде 13 қалады. Тең болады, жерде x қалған, тең болады 26 x-ға. Енді x-дің мәнін қарапайым жолмен табамыз, яғни x дегеніміз бөлшектің мына теңдіктің мына бетіндегі санның 26-ға қатынасы. Оны мына жерге жазамыз. X тең болады 13 бөлінген 30 бөлінген 26-ға. Ал x дегеніміз енді бізде мына жерде 26-ны бөлу болса, бұны көбейтуге айналдыра аламыз. Ол үшін мына қарапайым ғана 13 бөлінген 30 бөлу, демек көбейту болған кезде бұл өзіне керіс санға өзгереді. Яғни керіс сан болғанда 1 бөлінген 26. Мінекей осылай. Енді осы жерден x-дің мәнін таба саламыз. Ол дегеніміз 26 көбейтілген 30-ға алымда 13 болады. Демек біздің есеп 26-ны x-ға көбейттік, 0,13-ті 3-тен 1-ге көбейттік. Осылайша x-дің мәнін таптық. Бұл жерден 13 пен 26-ны қысқартамыз. 2 болады. Демек 2 мен 30-дың көбейтіндісі бізде 60-ды береді. 60-тан 1. Есептің жауабы осы болды. Енді келесі есепке кетейік. Бұл да сызықтық, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Бұл сәл күрделі түрі, яғни барлығы бөлшекпен берілген. Бұл жерде біз өзімізге оңай болу үшін бөлшек сандардың барлығын бір бетке жинаймыз. Яғни теңдіктің мына бетіне бұл плюс болып тұрға, бұны минус қылып жібереміз. Так, демек бізде 7y азайтылған 1 бөлінген 12 азайтылған 4-тен y азайтылған 1. Мұна бөлшек минус болып келеді. Минус 3-тен 2y қосылған 5-ке тең. Енді бұл жерде бізде барлығы бөлшек сан болғандықтан бұларға ортақ бөлім береміз. Барлығының ортақ бөлімі 12 болады. Демек 12-ге 1-ден береміз, 4-ке 3-тен береміз, 3-ке 4-тен береміз. Енді осының мәнін жазайық. Барлығының бөлімі 1 болғандықтан, яғни 12-ке тең болғандықтан, оны ортақ бөлім ретінде қарастыруға болады. Демек 12-ден төбесінде 1 көбейтіледі, сол өзі жазылады. 7y азайтылған 1-ге, және де минус, біз 1-ден көбейтсек болады. 3-ті y-ға көбейтеміз, бізде 3y. Минус 1-ді 3-ке көбейтеміз, минус 3 шығады. Бірақ бізде бөлшектің алдында минус сан болғандықтан, ішіндегі теңдік керісінше таңбаға өзгереді. Демек, плюс 3 болады. Енді мына бөлшекті жазамыз. Бұл жерде бізде 4 пен 2y-дің көбейтіндісі алдында минус бар. Яғни минус 8y-ға тең болады. Ал мына минус наған әсер етіп, бұл да минус болады. 5 пен 4-дің көбейтіндісі минус 20-ға тең. Мінекей. Тең, мына бөлшек кеткендіктен орында 0 деген сан қалады. Мына енді бөлшектің алымы ғана қалды. Осылайша біз есепті жеңілдете аламыз. Енді оның алымын мына жерге жазайық.
бізде 12-ден мынаны ойша есептей салуға болады. 7y азайтылған 3, бірінші y-тарды есептеп алайық. 7y азайтылған 3y 4y болады бізде. Одан 8y азайтсақ минус 4y. Минус 4y. Енді айнымалысы жоқ, құр сандарды есептейміз. Олар минус 1 қосылған 3, 2 болады бізде. Және де 2-ден 20-ны азайтамыз. 2-ден 20-ны азайтсақ минус 18 болады. Мына жерге минус 18 деп жазамыз. Тең болады бізде 0-ге. Енді бізде қандай санды 12-ге бөлгенде 0 шығады. Ол өте қарапайым, яғни 0-ді санға бөлгенде 0 шығады. Немесе пропорциямен істеуге де болады. Яғни 12-ні мынаған көбейтіп жібереміз. Сонда бізде минус 4y азайтылған 18 тең болады 12 көбейтілген 0. Ол дегеніміз 0-ға тең. Енді сандарды бір жаққа, айнымалысы бар сандарды бір жаққа жинайық. Бұлар минус 4y тең болады. Мына жерде минус 18 бөлшектің мына бетіне қосу 18, яғни плюс болып барады. 18 қосылған 0, немесе 18 деп жазамыз. Енді y-дің мәнін табамыз. Y дегеніміз бұл 18 бөлінген минус 4-ке. Бұл дегеніміз минус 4,5. Міне есептің жауабы шықты. Өте қарапайым есеп, және де оңай жолдармен шығардық. Енді келесі есеп. Бұл да бір айнымалысы бар. Енді бұны бірақ басқа жолмен шығарамыз. Бұл өте қарапайым жолмен, яғни пропорция. Бізде 6x берілген, оны қандай да бір санға бөліп 5 шыққан. Демек, сол бөлгішті 5-ке көбейтсек 6x шығады. Яғни қарапайым пропорция. 6x тең болады 5 көбейтілген теңдіктің сол жағындағы өрнектің бөліміне. Ол дегеніміз 1 қосылған 2x-ға. Бізде 6x тең болады 5 көбейтілген 1 қосылған 2x-ға. Демек, жақшаны аша саламыз. 6x тең болады 5 қосылған 5-ті 2x-ға көбейтеміз, сонда 10x шығады. Енді тура бағанағындай x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Бұл жерге 10x азайтылып жіберсек болады, яғни 6x азайтылған 10x-ға тең болады бізде 5. 6-тан 10-ды азайтсақ, бізде минус 4 қалады. Және жанында x тең болады 5-ке. X-дің мәнін таба салайық, ол өте қарапайым. X дегеніміз 5 бөлінген минус 4-ке. Мінекей осындай. Бүгін біз сіздермен бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер тақырыбына 3 есеп қарастырдық. Ұбт Макс онлайн дайындау орталығының мұғалімі Бекбаев Бағдат. Назарларыңызға рахмет.